Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, Әл-Бақара сүресінің пайдалы қасиетін айтатын боламын. Құранда бұл екінші сүре және ұзақ аяттары бар сүре. Бұл сүренің қасиеті, егер де осы Әл-Бақара сүресін күніне бір рет оқитын болсаңыз, әрине дәрет алып оқу керек, ол үшін таза жүру керек. Құран оқыр, сүре оқу алдында бұл Әл-Бақараны күніне бір рет оқыған адам дуадан, сиқырдан, Алланың қалауымен аман болады. Сүре Әл-Бақараны оқып жүрген адам ешқандай оларға дуада және сиқырда әсер етпейді. Сондықтан, егер сіздер бірде-бір күмәніңіз болса, біреу дуалайды деген немесе бірдеме жасайды деген сізде күмәніңіз болса, онда осы сүрені күніне бір рет оқып жүруді әдетке айналдырыңыз. Пайдалы қасиетін айттым деп ойлаймын достар. Сәттілік.